Сәлеметсіздер ме? Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің нөмір 32-ші жалпы білім беретін мектеп. Бүгінгі қорғағалы тақырыбым экохайдро бизнес гидропоника негізіндегі тұрақты бизнес модель. Номинация жасыл идея, қорғаушы Асхат Қызыназым, жетекшісі Сайным Айгерім Қойшығылқызы. Келесі бізде зерттеу жаңалығы гидропоника негізінде шағын көлемді кренжі аппаратын қолданып тұрақты бизнес модель ұсыну. Су үнемділігі және табыстылық көрсеткіштер тәжірибелік тұрғыда негіздеу және қалалық ортаға бейімделген экологиялық агробизнес форматы әзірлеу. Келесі бізде ғылыми өзектілігі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және ресурстарды тиімді пайдалануға және жасыл экономиканы дамытуға бағытталған инновациялық шешім болып табылады. Және гидропоника бизнесінің негізгі артықшылықтары. Бірінші бізде жоғары өнімділік, кейін автоматтандыру және төмен химия тәуекелі. Жалпы экохайдро сөзі бұл экологиялық және гидропоника сөздерінің біріктіруінен шыққан. Жобаның атауы Экохайдро School Farm. Форматы мектеп кабинеті немесе шағын зертхана ішінде 10 немесе 15 метр квадрат аумақта орналасқан гидропоникалық мини-ферма. Мақсаты оқушыларға кәсіпкерлік пен агротехнология негіздерін үйрету, мектеп асханасын экологиялық таза өніммен қамтамасыз ету, қосымша табыс көзін қалыптастыру. Және бізде мектеп жағдайында тез өсетін дақылдар тиімді. Жасыл салат, микрожасылдар, аскөк, ақжелен, жасыл пияз. Біз бұл өнімдерді не үшін таңдадық? Себебі бұл өнімдер тез өнім береді. Өсу мерзімі 20-30 күн, қарапайым күтімді қажет етеді және тұрақты сұраныс бар. Мектеп жобасы үшін негізгі сатып алушылар: мектеп асханасы, мұғалімдер ұжымы, оқушылар ата-анасы және салауатты тамақтануды ұстанатын тұрғындар, жергілікті шағын кафе немесе фастфуд нүктелері. Мысалға алатын болсақ, ұсынатын орташа баға салаттың бізде 1 килограммы қазіргі 900-1200 теңгеден, микрожасыл 570 теңге және жасыл пияз 1 байлам 250-350 теңге. Айлық қаржылық нәтиже көрсеткіш айлық табыс 27 мен 13 мың арасында. Өзін ақтау мерзімі жалпы бастапқы инвестиция бізде 162.500 теңге болса, айлық таза пайда 14 теңге болады. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай микрозелендердің түрлері және өсу деңгейі. Бұл жерде рукола, базилик, микрозелендердің түрлері және бұршақ, крес салат микс. Бұл бізде бірінші күні. Келесі бізде 13-ші күні. Рукола, базилик, бұршақ, крес салат микс салаты. Бұл келесі кренжі аппаратындағы бұршақ пен крес салат микс тұқымдары. Бұл бірінші күн. Және келесі 11-ші күн. Қазір көріп тұрғандарыңыздай бізде крес микс салат мен бұршақ тұқымдары. Бұл да бізде тұқымдарымыз. Келесі суретте жетекшімен бірге жобаға дайындық кезеңі. Ал бұл бізде кренжі аппараты, қазақша айтқанда жасыл-бақ аппараты. Топырақты қажет етпейді, тек қана сулы, ылғалды орта болса жеткілікті. Бұл бізге тез өнім алуға көмектеседі. Бұл жерде крес микс салат мен бұршақ тұқымдары. Ал мына жерде базилик пен бұршақ тұқымдары. Бұны біз минералды мақтада өндірдік. Осы минералды мақтада өндірген және крес микс салаттарымызды біз қазір қайшымен қиып салат жасауға дайындаймыз және мектеп асханасына апарамыз. Бұл микрожасылдар бізде дәруменге өте бай және бізге пайдалы болып келеді. Көбінесе салаттарға және фастфудтарға қосылады. Қазір осылай жапырақтарын қиып, салат жасауға мектеп асханасына апарамыз. Келесі бізде крес микс салат мен бұршақ тұқымдарын аламыз. Бұл бізде кренжі аппаратында өндірілді. Мына жерде бұршақ тұқымдары бар. Мектеп асханасына ұсындық. Бұл бізде аспазшы апайымыз қазір салат істейді. Қызанақ турау үстінде. Рахмет.
Сәлеметсізбе? Сәлеметсізбе? Бұл гидропоника аппаратында өсірілген руккола жасыл желегіміз. Осы жасыл желекті сатып, түскен қаражатты пайдаланып гүл өсіргіміз келеді. Жақсы, мен қараймын бағасын. Бағасы 3000 теңге шықты. Мен оның орнына топырақ берсем қалай қарайсың? Иә, топырақ берерміз. Жақсы. Сен екі топырақ бар. Біреуі 2000, біреуі 1000 теңгеге. 3000 теңге болады. Бүгін сіздерге кірінші аппаратын таныстырғым келіп. Қазақша айтқанда жасыл бақ аппараты. Бұл аппараттың мақсаты топырақты қажет етпейді. Сулы ылғалды орта болса жеткілікті. Бұл аппаратты біз өнімді тез алу мақсатында қолданамыз. Гидропоника саласына көрсететін болсам, судың температурасы жылы болуы қажет. Және ішінде оттек тасымалдайтын құрылғысы бар. Бұл құрылғының жасап тұрғанын судың қозғалғанынан байқайтын боламыз. Бұл аппаратқа біз бұршақ тұқымы мен кресмикс тұқымын екіге бөліп салатын боламыз. Арнайы пинцет қажет. Кресмикс салат мен бұршақ тұқымдарын отырғызып болғаннан кейін үстіне жылы сумен бүркеп шығамыз. Бұршақ микроөзендерін өндіру үшін алдымен қалбыр қажет және жылы су. Жылы суымызды қалбырға құйып аламыз. Кейін ішіне бұршағымызды сала берсек болады. Осыны бір күнге, яғни 24 сағатқа күндіріп қоямыз. Кейін еге берсек болады. Содан кейінгі автоматталарымызды суға салып аламыз. Содан кейін жақсылап сығып алып, өзінің қалбырларына саламыз. Содан кейін өзінің арнайы тұқымдарын салып шығамыз. Бұл бізде руккола және кейінгісі базилик. Және де біздің минералды мақтамызда суды қажет етеді. Суы ылғалды орта керек. Соның үшін құтыменге су құйып шығамыз. Қайырлы күн, бүгін біз бір күн тұндырылған бұршағымызды минералды мақтаға отырғызамыз. Ең алдымен мақтамызды қиып аламыз. Кейін минералды мақтамызды екі жағын суға батырып алып, сығып аламыз.
келе экохайдро бизнес жобасы тұрақты даму қағидаларына негізделген. Мектеп жағдайда жүзеге асырылатын инновациялық, экологиялық бизнес идея. Жоба оқушылардың ғылыми зерттеу, кәсіпкерлік және қаржылық сауаттылығын арттырады. Назар аударғандарыңызға рахмет.